Assalamualaikum достар, бүгін біз анти-туманғы немесе антифара жасайтын боламыз. Қараңыздар, ол үшін екі реле керек. Блок антихост дейді, көбінесе осы атпен әйгілі. Бұл да бір ход, екі выход болады. Екі выход фараға арналған. Және екі галогені, біз галогенге жағамыз. Бұл как бы легальный сияқты түрі, қазір көресіздер. Бірінші бізге мына жерде 87-86 деген ножкаларға аккумулятордан плюс предохранитель алып келетін боламыз. Жалғадық. Мына релеге де дәл солай 87-86 жалғайтын боламыз. Плюс жалғадық мына жерге. Мұның барлығын общий плюске жалғайтын боламыз. Плюске жалғадық. Аккумуляторға через предохранитель арқылы всегда алып келіңіздер. Енді бұл жерден выходы бар. 30 выход болады лампочкаға қарай. 30 выход болады лампочкаға қарай. Екі фараға екі реле жалғайсыздар, потому что біреу өшіп жанған кезде әркім қалағанша істейтін болады. Біреу өшсе, біреу жанады. Екіншісін лампочкаға жалғайтын боламыз. Комментарияда сұрақтар болды. Не үшін мына блоктың өзін арқылы жалғасақ болады? Бұл не ваты аздық қылады. Мына галогенді лампочкалар жағылмайды бұл ешқашан. Мына жағында екі коды бар. Қызыл, қара. Қара минус, қызыл плюс болады. Біреуін минусқа жалғайтын боламыз. И мынаны плюске жалғаймыз мына жерде. Реледегі общий питанияға кетті. Енді бұған масса беру керек лампочкаларға. Лампочкаларға масса береміз. Лампочкаға біреуіне бердік. Масса общий болады. Қалаған жерден ала берсеңіздер болады. Масса береміз екі лампочкаға. Бұл жақ дайын болды. Енді мына блоктан екі фараға мынандай қара провод. Бізге қызыл проводы керек емес. Бұл жерде управление через черный. Осы черныйды алып, мына реледе біреу пустой қалған еді. Бір ячейкасы мына жерде 85 деген. Сол 85-ке жалғайтын боламыз. 85-ке жалғайтын боламыз. Екіншісі бізде мына жерде тағы бір қара провод бар. Екінші фаранка бұл. Екінші релеге жалғанған болады. Бұл как бы легальный сроптың бір түрі бұл да. Астындағы туманкаға жалғап алып жүрсеңіздер болады. Мына жағы шығып кетті. Қосылды. Біздің антихостымыз. Осыдан жалғасаңыздар бар. Мынандай түрі бар. Мынандай түрі бар. Туманкаға, фараға жалғасаңыздар болды осы нәрсені.